Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге гуашамен қалай массаж жасау керектігін көрсететін боламын. Бұл массаж сіздердің беттеріңіздің терісінің түсін жақсартады және жұмсақ әрі тегіс етеді. Одан кейін сіздің бетіңіздің әжімдерін кетіріп, тартып және ісіктерді басатын болады. Және айта кететін жағдай, гуашаңызды мұздатып холодильникке тоңазытқышқа салып қойып мұздатсаңыз болады. Ендеше кеттік, бастайық. Ол үшін міндетті түрде бетіңізді тазалап жуып, одан соң крем немесе өзіңіздің массажға арналған майыңызды жақсаңыз болады. Өзіңіздің ылғалдандыратын креміңізді де жақсаңыз болады. Бетіңізге майды немесе кремді жағып аламыз. Міндетті түрде кез келген массажды бастау үшін мен әрдайым айтамын, мойыннан бастаймыз. Ол үшін мына жердегі мойнымызды үшке бөліп алып, осылай уқалаймыз. Екінші, 30 немесе 1 минут аралығында осылай уқалаймыз. Ол сіздердің беттеріңіздің массаждың дұрыс жасалуына көмектеседі, яғни дұрыс жасалуын қамтамасыз етеді. Немесе сіз мойынға жасамай бірден бетіңізге жасайтын болсаңыз, сіздің басыңызға айналып құлап қалуыңыз мүмкін, бірден қысым көтеріліп кетіп, сондай болуы мүмкін. Сондықтан алдын алу үшін мына жердегі напряжениені аламыз, напряжениені түсіреміз. Мінекей. Одан кейін келесі мойынға жасалатын жаттығу, мына қол үстіден, мына қол астынан осылай итеретін боламыз. Келесі мына қол енді астына, мына қол үстіне. Мойнымызға бен осылай уқалап жасаймыз. Енді келесі жаттығу, мына жерден төмен қарай түсіреміз. Енді келесі гуашамен бірінші жаттығу, ол біздің мына мұрын тұсынан құлаққа қарай осылай тартамыз. Кемінде 30 секунд немесе 1 минут аралығында жасайсыз. Осылай көтересіз. Бұл массаж жасаған кезде бетіңіз қызарып, бетіңізге қан жүріп, келесі жақ бет жасаймыз. Мұрыннан гуашаның осындай жақ бетімен, қысқа жағымен емес, ұзын жағымен жасаймыз. Құлаққа қарай тартамыз. Беттің ісігін алып, әжімдерді тартатын болады. Қолыңызды шашатыңыз келмейтін болса, осы массажды қолдансаңыз болады. Бұл массажды айта кетейін, 2-3 күнде бір жасасаңыз, әсерін жақсы береді. Яғни күнде жасамаңыз, 3 күнде бір рет қана жасайсыз. Ендігі кезекте осылай көзіміздің алдын осылай тартамыз. Көзіміздің алдына абайлап мұқият жасаймыз. Ауыртып алмай.
екінші жақ көзге. Мына көзге 30 секунд, мына көзге 30 секунд. Екеуіне 1 минут жеткілікті болады. Мен сіздерге барынша көрсетіп жатырмын. Сіздер уақытымен жасаңыздар. Ендігі кезекте мына гуашаның қысқа жақ бетімен тек ортасын ғана көтерем. Қаттырақ басамыз бұл кезде. Маңдайыңыздың әжімін тартып, кетіріп, маңдайыңыздың терісін жақсартады. 30 немесе 1 минут уақытыңызды алады. Асықпаңыз, өзіңіздің жасау қалпыңызға сақтаңыз. Сол кезде әсерін тигізеді. Мінекей қарасаңыздар, маңдайым кішкене қызарды, бірақ ол қорқатын жағдай емес. Қатты баспайсыздар оны прям. Но сүйекті сезінгенше. Келесі жаттығу тағы да маңдайға. Оны бірақ слабый жасаймыз. Жай ғана басып, осылай көтереміз. Жаңа мынаны қысқа жағымен жасасақ, енді мынаны ұзын жағымен жасаймыз. Яғни барлық жерін осылай кезек-кезек көтереміз. Сіздің маңдайыңыз көтерілсе, мына бетіңізде салбырамайтын болады. Маңдайыңыздағы бұлшықеттер жұмыс жасайтын болса, бетіңіз, көзіңіз түсіп, салбырап кетпейтін болады. Одан кейін мына ойығымен осылай жерімізді тартамыз. Мына жағын ауыстырамыз. Жағымыз бойынша осылай жүріп өтеміз. Кейбір адамдарда бұл жерді жасағанда ауыру мүмкін. Өйткені бұлшықеттер бәрі салбырап, төмен түсіп, керек емес сулар, майлар жиналып қалады осы жерге. Сондықтан абайлап, ауыртпай жасаңыздар. Ең соңғы массаждың аяқталу сәті ол бетімізге осылай қолымызбен ұрғылаймыз. Уақытпен санап отырып, 30 секунд немесе 30 секунд пен 1 минут арасында жасайсаңыз, нәтижесі жақсы көмектеседі. Осымен массажымыз аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып, жасаған болсаңыз, әсеріңізбен бөлісіп кетіңіз. Сымбатпен бірге жасарып, жарқырап жүріңіз. Сау болыңыздар.